Қазақстанда 98% адамның үйі бар. Сіз солардың ішіне кіресіз бе? Демек қалған 400 мың адам үйсіз жүр. Ал квартира жалдап жүргендер болса, өз үйлерін қайта жалға беріп қойғаны ма, сонда қалай өзі? Сондай-ақ баспанасы бар халықтың үлесі бойынша біз әлемде бірінші орында екенбіз. Бұл статистика қайдан шықты? Қандай ақпарат өзі? Тексеріп көрдік. Өздеріңізде біліп отырған шығарсыздар, ақпарат әрине жалған, тіпті миға да сыймайды. Ал ресми статистикаға қарайтын болсақ, 2024 жылы 1.221.353 тұрғынның жекеменшік үйі бар болған. Бұл еліміздегі 20 миллион адамның небәрі 6%-ын құрайды. Міне шынайы көрініс осы. Есесіне 151.641 адам екіне одан көп үйге иелік етеді. Жағдай осылай. Мынадай қызықты қараңыз. Қазақстанда 18 жасқа толғандардың атында да үй тіркей алады екенсіз. Яғни оларды заңды түрде үйдің иесі атана алады. Дегенмен кәмелетке толмаған балалар өз бетінше үйін сатып немесе айырбастай алмайды. Ал егер бала 16 жасқа толған болса, еңбек шартымен жұмыс істесе, сол кезде ғана өз бетінше үйге толық иелік етіп, сатып айырбас жасай алады. 2018-2024 жылдардағы үйлері бар адамдардың санына қарайтын болсақ, пик 2021 жылы болған. 1.749.000 адамның жеке үйі болыпты. Естеріңізде болса, 2021 жылы зейнетақыдағы асқан ақшаны алуға рұқсат берген еді. Бұл сәйкестік пе, әлде басқа ма, онысын білмедік. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.